Жедел уәкіл атану табандылықты, жылдамдықты, кәсібилікті талап етеді. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінде 4000-нан астам жедел уәкіл біліктіліктерін арттырып, өздеріне жүктелген міндетті қалтқысыз орындауда. Ішкі істер министрлігінің үздік жедел уәкілі байқауының мақсаты қызметкерлерді шыңдай отырып, жедел іздестіру қызметін дамыту. Ведомствоның аумақтық жедел бөліністерінің ең үздік жедел уәкілдері осы сайыста өздерінің бақтарын сынап, қызметке қажетті қосымша дағдыларды меңгерді. Байқау барысында елдің әр аумағынан келген 17 жедел уәкіл тыңғылықты дайындығы мен табандылығын көрсетті. Олардың заңнамадағы жүйріктігі тестілеу арқылы тексерілді. Қару ғана емес, қалам ұстауда да шеберліктері сынға түсіп, өз ісіне деген шексіз құрметтері олар жазған эссеге арқау болды. Аймақ жеңімпаздарының байқаудағы тапсырмадан өзге қылмысты ашуы, жауапкершілігі, шешім қабылдаудағы жүйріктігі есепке алынды. Сайыста мәреге сүрінбей жеткен алматылық, елордалық және жамбылдық жедел уәкілдер жүлделі 3 орынды қанжығасына байлады. Белсенділігімен көзге түскендер Ішкі істер министрінің алғыс хатымен марапатталды. Азаматтардың құқығын қорғап, қылмыспен күресу үшін сіздер күндіз-түні қызмет атқарасыздар. Халықпен күнделікті байланысқа түсесіздер. Ішкі істер органдарының мақсаты да осы. Азаматтармен тығыз байланыс орнатып, қиын сәтте көмек көрсету. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздіктің тұрақтылығы табанды да тәуекелшіл мамандарға артылған. Олар қашан да сақадай сай. Ел тыныштығы мен құндылықтардың қарауылында Қазақстан полициясы тұр.